Біз апалы балалар ауруханаларында балалардың есту қабілетінің жоғалуын жиі кездереміз. Есту қабілетінің жоғалуының екі негізгі түрі бар: жүйке саңыраулығы және өткізгіш саңыраулық. Жүйке саңыраулығы көбінесе емдеуге келмейді. Біз көбінесе балалардың екі жақты ауыр немесе өте ауыр есту қабілетінің жоғалуымен туылуын, бұл көбіне генетикалық себептерге байланысты екенін көреміз. Көптеген балаларда екі жақты ауыр есту қабілетінің жоғалуы қызылша немесе жешешек сияқты вирустық инфекциялардан да дамуы мүмкін. Егер бұл балалардың есту қабілеті 4-5 жасқа дейін жақсармаса, оларда сөйлеуі дамымайды. Мұндай балалар үшін ең тиімді әдіс кохлеарлы импланттау операциясы. Онда имплант ішкі құлаққа, кохлеарлы жүйкеге жақын жерге хирургиялық жолмен орналастырылады және оны ынталандырады. Егер бұл дер кезінде емделмесе, балалардың есту қабілетінде тұрақты зақым пайда болуы мүмкін. Бізге есту қабілеті нашарлаған балалар келеді. Оларда дабыл жарғағының артында сұйықтық бар екені анықталады. Бұл көбінесе кеңейген бадамша бездер мен аденоидтар сияқты тыныс жолын білетін себептерге байланысты болуы мүмкін. Бұл сондай-ақ конзилит, аденоидит және синусит сияқты инфекцияларға байланысты да болуы мүмкін. Менің баршаңызға кеңесім, балалардағы есту қабілетінің бұзылуын елеусіз қалдырмай, олардың естуін сақтау үшін балаларыңызды уақыт оздырмай тексертіңіздер. Рахмет.